Жарық достар, эфирде Late Night Show. Бүгін бізбен бірге танымал блогер Ботамия. Қарсы алыңыздар. Сәлем жаным. Бота, бүгін қазіргі таңда ең жоғары табыс табатын мамандықтарында бірі ол блогер. Блогер, иә. Сен 3,5 жыл блогерсің. Оған дейін сен хореограф болдың. Хореограф, я педагог, хореограф болдым. Бірақ менің білуімше, сенің бастаман бір болайық жобасынан басталды, иә? Дәл өзі. Бізде бір видео бар, соны көрейік. Мен біліп тұрмын уже қандай видео екенін. Мінезін айтсаңыз, адамда көңіл деген нәрсе бар, адамгершілік деген нәрсе бар. Кешеден бері осындай әңгіме айтсаңыз, 2 күн бойы араласпай отырмыз ғой. Бұл өлмейтін видео. Жыл сайын қайта салады, қайта өте береді, миллион просмотр бола береді. Бұл Дом 2 сияқты жоба сонда, иә? Иә, қазақша форматта, қазақша аудиторияға арналған жоба. Кәдімгі реалити шоу. Ол жаққа жаңағы танысу алаңы, әртүрлі форматта қатысушылар болады. Жас қыздар болады, 35+ жаңағы қыз келіншектер болады. И бір сондай керемет шоу болған негізі. Менің 1 жылым сол жаққа кетті. И блогымның бастауы сол жақтан алды ғой, бастауын. Ең алғашқы 220 мың оқырманды сол проекттен жинап шыққан болатын. Сонда сен 1 жыл сол жерде тұрдың ба? Тұрғанда ол анандай емес, бәрі бір үйде тұрып, танысып жоқ ондай емес. Кәдімгі осындай студия, таңда жұмысқа келгенде келеміз, 8-9-да макияж жасаймыз, киім киеміз да, и прямой эфир болады. Мысалы, қазіргі шоуларда тоқтатып, енді поправкаларын айтуға болады, ана жақта болды, прямой эфир қосылды, сен аузыңнан не шықты, жаңағындай трэштер болды, сол эфирға кетеді. И сол үшін ол жақта андай өтірік ойнау, бір маска кию не мүмкін емес. Қандай барсың, солай прямой эфирде шығып кетеді. И сонысымен қызық шоу болған. И контенттің арқасында негізі. Көбісі ойлайды, ой, Бота блогер болып кетті ғой, бәрің бір болайыққа барыңдар. Бұл қыз бір болайыққа барғаннан кейін блогер болып кетті. Ей, повезло деген сияқты айтады көбісі. Енді оны мен хейт ретінде де, бір сын ретінде де қабылдаймын. Егер мен ол жақта да болып, ешқандай контент түсірмесем, просто осылай отыра берсем, маған танымалдық ешкім алып келмейтін еді. Мен тек контенттің арқасында, рилстің арқасында күнде, мысалы, қатысушылар 9-10-да келеді эфирға. Эфир 12-де басталады. Ал мен таңғы 5-те тұратын. Таңғы 5-те тұрам, 6-ға дейін менде фитнесті түсіріп алам, чтобы 9-да менде сторис шығу керек, чтобы я успела быстро смонтировать. Эфирға кіріп кетсем, мен жарты күн болмаймын инстаграмда. Сол үшін мен полдня с утра готовлю контент, закидываю, захожу в эфир, эфирға кірем, 5-6 сағат отырам, эфирден шығамды, қайтадан съемкаға кетем. И я вот так заполняла свои стористы, толтыратын. И күнде ойланатын, ертең фитнесқа барсам, сол жерден сторис түсірем. Онда давай бірсі күні фэшн бір нәрсе түсірем, бірсі күні коллаб түсірем. И менде стратегия болатын. Потому что мен білдім, мына жақта құрып отырсам, мысалы, таныстыққа келесің ғой, и сен танысып кетуің мүмкін, шынымен де өзің бағыңды кездестіруің мүмкін. И бұйырмаса сен ояқта таныспайсың да. 1 жыл уақытың ауаға кетеді. Ал жігіттер нормальный келе ма? 70% менің көңілімнен шығатын жігіттер келген жоқ. 20-30% келді. Бір танысуға чай ішуге барамыз. И сол жерден уже анық болады. Жаңағы менің адамым емес деген сияқты. И ол жақтан да бай тапқан жоқпын сізге. Ол жақтан жаңағы өзімнің бір теңімді тапқан жоқпын. Ал қосылайық деген, ол басқа жоба, иә? Қосылайық, дәл сол ғой, дәл сондай таныстық, бірақ басқа телеканалда. Екеуі бірдей. Просто бөлініп кеткен екі жаққа. Мына жақта да бірдей таныстық, мына жақта да бірдей таныстық. Бірақ менің білуімше, Жанерке Елшін сол қосылайықта өзінің тағдырын тапты ғой. Бір болайық. Бір болайықта, иә. Получается, можно все-таки там встретить любовь? Я, ол айтып отырмын ғой, андай бинго, джекпот сияқты реально кездесіп қалуы мүмкін и 1 жыл құрып отыруы мүмкін деген сияқты. Зато сен аудитория медийный болдың. Бірақ ол жақта анандай болатын, сен құрып отыра берсең, ол медийность келмейді. Ол медийность қайда келеді? Сен
қызық болған кезде, мысалы менің өмірім қызық болған кезде, менің таныстықтарым қызық болған кезде сенде просмотр көп болады, подписчик көп болады деген сияқты. И болды менде Арсен Алин деген қырғыздың бір баласы келді, как раз сол жақта менде Қырғызстан аудиториясы көп. Сол баламен танысып көрсеткенде біз прям хайп болып, и сол жақтан көп оқырмандар келді деген сияқты. Бірақ андай қыз бен жігіт болып, бір серьезно бір жүріп кетіп деген болмады. Ал неге қосылайықта, бір болайықта әрдайым бәрі ұрысып отырады? Сол сұрақ бәріне қызық, иә? Вы заметили, да? Мысалы, шоу түсірген кезде айтып отырмын ғой, прямой эфир болғандықтан сен маскасыз отырасың, и кәдімгі адамның инстинкті болады ғой, бір қыз саған жаман сөйлесе, сен я деп отыра бермейсің, сен де жауап бересің, ол да саған жауап береді, и сол рейтинг көтереді. Сөздің ашығы рейтинг үшін жасалатын нәрселер ғой. Ол жақта, ой, бүгін бізде күшті свидание болды, анау, ой, менің коллегам әдемі, ты красотка, ты вообще красотка деп отырса просмотр болмайды. Ешкімге қызық емес, бәріне қызық кәдімгі болады ғой, халықтың алдына тұрасың да, прям полностью раздеваешься же, и это такое откровение. Бұл шоу сондай, халықтың алдына шығасың, масканы лақтырасың, все, 100% сен қандайсың, сондай болып отырасың. И ал төбелес болды ма? Ол өте болған көп. Шынайы, иә, сонда? Шынайы, иә, ондай, мне кажется, сценарий мен қазір төбелесеміз деген ол көрініп қалады бәрібір өтірік екен. И болып тұрады сондай жағдайлар. Ал бір жігіт үшін екі қыз төбелесті ма? Болды ғой деймін. Блин, болған сияқты. Сен төбелескен жоқсың? Жоқ. Мен үшін төбелессің өзін. Сенің мамандығың хореограф. Хореограф, иә. Менің білуімше, сенде Талғарда, Исықта және Алматыда студияларым болған, иә. Сабақ бердің. Және Жургенов академиясында оқыдың. Оқыдым, грантқа түскен болатын, 3 жылда әрең. Сөйтіп бір курсын оқыдым. Одан ары қаратай менде таңдау болды. Не блогерлыққа кету, не сол мамандықты оқып біту. Мен перспектива жағынан блогерлыққа кетсем, менде табыс та көп болады, медикада болады. Кейін менің атым шықса, мен өзімнің атыммен 10 мектеп ашып тастай аламын. Басқа хореографтарды жалдап деген сияқты. Сондай стратегиямен блогерлыққа кетіп қалдым. Бізде бір видео бар, көрейік. Жас кездерім ай. Вау! Бұл сенің мамандығың. Иә. Сен Жургенов академиясында оқыдың, иә? Оқыдым, иә. Бірақ ол жақта бұндай билерді үйретпейтін. Бұны мен өзім үйреніп алдым. Қайдан үйреніп алдың? Кәдімгі курстарға Талғарда тұратынмын, Алматыға мастер-класстарға келетімін, high heels енді хит болып жатқан, ойбай каблукта high heels билейді деп. Сол кезде күнде әр воскресенье келіп, мастер-класстардан үйреніп, одан өзім группа ашып, өзім сабақ беріп бастадым high heels'дан, солай үйреніп кеттім. Бұл бизнесті қашан бастадың? Так, мен бастапқы садиктерге балаларға сабақ беріп жүрдім, сосын 1-ші класстың балаларына сабақ беріп жүрдім. Талғарда, иә. Қазақ билері, хип-хоп, джаз-фанк, брейк-дэнс, тағы contemporary, модерн, бәрін беретінмін. Сосын ол билер өтпей бастады. Қызығушылық жоқ. Блин, не істесем екен? И қараймын, Алматыдағы бишілер бәрі high heels беріп жүр каблукпен. Мен де билеймін дедім да. И солай осы бағытты дамытып, Алматыда группа аштым, high heels уже үлкен қыздарға, әйелдерге. И менде бір группада 20 қыз, 30 қыз толып қалатын. И прям келесі сабақ қашан деп қыздарым күтіп отыратын. Ал қазір студияң жұмыс істей ма? Қазір жоқ, мен бірден блогерлыққа өткеннен бәрін жаптым, қалдырдым, ол есті құлыптап, жаңа өмірге қадам басып кеттім. Бірақ контентке саған жақсы көмектеседі деп ойлаймын, иә? Өте. Басында мен осы билерім салып жүргенде, жаңағы бір болайықта, енді ол жақта 35+, 40 жастағы тәтелер көреді, мына бит салған кезде ужас, масқара, мына бағдарламада қандай ұятсыз қыз отырады, не пропаганда, анау позор, алып тастаңдар ана қызды, есі дұрыс қыз шақырмайсыңдар ма, мынаған кім танысуға келеді деген сияқты. Көп хейт болатын, сол хейттің арқасында актив жинап, сөйтіп қоймай сала беретін енді. Сен хейттен қорықпайсың? Уже иммунитет.
бірақ болады кейбір сөздер жүрекке тиіп қалады. Мысалы мен күнделікті өмірде мысалы сторис түсіргенде, мысалы қазірде мен сіздердің алдарыңызға макияжбен шығам, шашымды әрлеймін, әдемі көйлегімді киіп шығам деген сияқты. Стористарда енді максимально енді әдемі шығуға тырысасың, әдемі жерлерге баруға тырысасың. И мен солай күнде көріп жүреді, и мен үйіме барам. Менің үйім ауылда. Менің папам охранада жұмыс істейді, жалғам істеген жерде. Мамам менің кәдімгі асханада повар. И мен соның бәрін көрсетемін. И соны көрген кезде мынандай жазып жүрген, бәрін өзіңе жабыстыра бермей, ата-ананың киімін алып берсейші, үйлеріне ремонт жасасайшы деген сөз ана жүрегіме былай тиіп қалатын. Блин, папаң охранада жұмыс істейтін ғой, не істеп жүрсің деген сияқты сондай сөздер жазатын. И сол кезде андай тиді, өйткені ол менің ата-анама қатысты да, маған емес. И андай деп қалдым. Сондай тиіп кетпесе, ал мысалы менің қазір көзіме тиіседі, фигурама тиіседі, ой, бәріне тиіседі. Олар вообще тимейді маған. Сенің ата-анаң? Иә, әкем. Әкең, Анам. менің білуімше, сен бір болайық деген жобаға барғанда, олар қарсы болды, иә? Өте. Неге? Мен ол бағдарламаға есім ауып, қайда баратқан білмей кіріп кеткен ғой. Подругам жүр күшті шоу деп, сөйтіп подругам екеуміз барамыз, подругам емес, мен өтіп кетемін. И менің ойымда ол қатты авторитетный нәрсе болып тұр ғой. Енді ауылдан шыққан қыз телевизорда отырады, прямой эфирде, мен вау, ертеңнен бастап жұлдыз боламын, мен сондай күшті эмоциялармен эфирға кірем. Сөйтіп эфир бітеді, бірінші эфир. Сөйтіп телефонымды күтіп отырамын ғой, мен мамам мақтайды, папам мақтайды, молодец деп айтады деп. Бірақ та аудио келеді пападан. Сен не істеп жүрсің? Бізді жерге қаратып, саған кім тәрбие берді бұндай? Халықтың алдында енді жаңағы бай іздеуге шықтың ба? Сондай енді ол біздің менталитет. Негізі папаның алғашқы эмоциясы түсінемін деп ойлаймын. Сен сияқты қызым болғанса болмай ақ қойсын, давай. Мен анда шок болып мамам звондап, қайтып болды ана жақта папаң маған ұрсып жатыр, не істеп жүрсің, болды құрсын таста. Мен айттым, тастай алмаймын, менде уже контракт бар, 1 жыл отыру керекпін. Болды, мама 2 ай сөйлеспедік қой деймін. Әкең жазбайды саған енді. Ладно дедім, білдім, бірақ әкем ашу тарқайтынын. Ол жерде мен шынымен де ұятты ештеме жасап жатқан жоқпын. Адамдар өмірде де солай танысады қыздар. Өмірде бір кафеняға барсам, бір жігіт келуі мүмкін, сәлем, қайдасың? Осы жерден онда жүр, бүгін кофе ішіп қайтайық. Ешқандай криминал жоқ. Иә, сондай нәрсе, просто оны халыққа көрсетеміз эфирде. И біздің менталитетке ол ұят, көрсеткен нәрсе ұят та, ал көрсетпегеннің артында өмірде қаншама нәрсе болып жатыр, қаншама таныстық болып жатыр. Сон нәрсені біздікілер андай ақ көреді, көрсетпе, ешкімге көрсетпе, не бүлдірсең де ешкімге тығылып жаса деген сияқты. И сондай нәрсені ашық көрсеткенге олар намыстанды. Бізді туысқан тәтелеріміз звондап, сен менің сіңілім емессің, болды, бәріміздің бетімізді жерге қараттың, болды, давай деп. И мен стресс алып, қазір, ой, біздің туысқанымыз ғой. Біздің ботты ашқам деп, иә? Зато қазір папа мен маманда сен контентінде түседі, иә? Қазір өздері де түседі, папаны да түсірем, маманы да түсірем, ауылға барсам папам, саған ауылда қой беріпті ғой, неге солай әкелмейсің? То есть папаға уже айтпасам да интернеттен бірінші көріп алатын болған, а бұрында мен мүлдем қарамайтын. Папа 2 жыл игнор жасады ғой. Мен папаға барып, папа мен блогермін деп, папам түсінбейді блогердің не екен. Сол тиктогыңыз бар ма, мен қарасаңызшы. Білмеймін, мен қармаймын, не екен білмеймін деп, мән бермейтін, игнор. И осы жақында ғана ауылға барам. Ауылдың жаңағы болады ғой, туыс туғандар, там көшеден көріп қалса, бота, жүр үйге кір, шай іш, мен саған қой беремін деп. И мен соны салып қойғам тиктокқа. Папам көріпті, звондап тұр, саған қой беріп жатыр ғой, сойып алып кел. Бота, сенің жеке өмірің туралы әңгімелесейік. Сен жігітім болды. Актер және блогер Асқар Оразбаев. Мен сенімен танысқанда, по-моему, сіздер бірге болдыңыздар, да? Сол кезде мен вообще ойладым, что ты замужем. Көбісі солай ойлапты, мен кәдімгі тұрмысқа шығып кеткен қыз. Өйткені Асқар саған ұсыныс жасады ғой. Париждің төрінде 1 жыл бұрын алдыңғы желтоқсанда ұсыныс жасады. Мен деп ойбай
мынаны қараңдар деп сөйтіп барлық жерге салып деп осы жігіт десең жаным күшті болып тұр ғой көп көрсетпеңдер бірақ енді ең соңы енді неке отбасылық өмірге жете алмадық, жолдан сынып қалдық. Сөз салынғаннан кейін мен қыз ретінде келесі қадамды күттім. Қашан не болады, тәтті шай қашан, ақылдасу шай қашан, тойды қашан қоямыз, не істейміз, жасаймыз ба жасамаймыз ба. Енді ол ер азамат болғандықтан бәрін байыппен уақытында күтеміз, көреміз деген сияқты жүрдік. И сол болады ғой, бір сөз салынған кезде болды енді үйленеміз деген кезде бір көп ұрысып кетесің, бір тойдың алдында бір кипишта болады ғой, көп ұрысып қалады. Бір сондай моментке тап болдық. Сол моментте уже көтере алмай қалдық. Сосын екі жаққа кеттік. Бірақ андай менде болмапты, мысалы айырылысып болды, мен сені жек көремін, адамамаған, все, блок, давай деген нәрсе болмаған. Мысалы әлі күнге дейін сөйлесеміз, әлі күнге дейін поддержкасын береді. Ол сценарист, өте мықты сценарист. Мен көп өзімнің коллегаларыма да айтам, проекттер өте күшті. И мен өзімде хабарласып тұрғам, менде мынандай реклама, сценарий жазып берші деп. Қазір араласасыз, иә? Араласамыз, иә. Қарым қатынастарыңыз жақсы. Иә, өте жақсы деп те айтсақ болады. Керемет. Рамазанмен құттықтап тұрады. Керемет. Бала махаббатпен ғашық болдым оған. Прям бала махаббатпен асқар деп. Кейін уже өсе келе қазір білесің, жарайды, мен ол жігітке тұрмысқа шықсам, мынандай соңы болады. Ол маған керек па? Керек емес. Жарайды, онда менде бұдан да жарқын болашақ күтіп тұр. Сені де дәл солай. Онда осы жерден деген сияқты. Взрослая позиция. Ал Еркебұлан Тоқтармен роман туралы әңгімелесейік. Мен медиа саласында 20 жыл жүрмін. Пиар романды сразу көріп қоям. Бұл шынайы роман ба, әлде пиар роман ба? Мен мүлдем өтірік айта алмаймын енді. Шындығын айтқанда екеуміз коллегамыз. Серіктестерсіз. Иә. Мысалы, мен де блогермін, ол да блогер. И екеуміз де бірінші алғашқы бір коллаб идеальный болып кетті, анау бір күнде 10 миллион просмотр жинап кетті ма, бір сондай болып кетті. И содан кейін айттық, давай тогда онда осыны жалғастырайық. Бірақ халықтың бәрі біліп отыр ғой реклама екенін. Мысалы, бұл ғашықпын саған деген. Бұл ой кімге келді? Ең алғашқы ба? Давай пиар роман жасайық деп. Бізде енді ондай ашық бұл ертеңнен бастап екеуміз пиар роман жасаймыз деген болмады. Бір болады ғой, бір сөзсіз осындай, мен сені қайдасың, Бакудемін, давай мен сені күтіп алайын. Ол күтіп алды, үлкен гүлмен, сосын гүлін берді, сосын айтты, менде осындай бизнес болып жатыр деген сияқты. Давай я тебя поддержу, мен сені қолдайын. Өзіңнің прайсыңды айт, осындай видео түсейік, коллаб жасайық, прайсымды айттым, ол маған прямо апатам жіберді, все. Айттым, прайс керек емес, мен сені қолдаймын деп. Жоқ, әр еңбектің өзінің ақысы болады. Молодец. Иә, сөйтіп келістік, сөйтіп бірінші рилс кетті, екінші рилс кетті, екеуміз шокпыз. Мынау не деген просмотр, и бәрі кәдімгідей мыналар что встречаются, андай бөлінді. Еркебұлан, вкусың осындай ма? Фу, қыздар, бота мен саған вызов таштаймын. Басқа суласқа неге именно бота? Маған болды, Еркебұланмен кездеспеші, анда қызғанып, енді бұл прикол ретінде болуы мүмкін. Андай жазады, мен үйде екі балам, мен байыммен отырып, мен неге қызғанып отырмын деген сияқты. Көп андай нелер жазады, комментариялар жазады. И мен қатты шок болдым. Біз Еркебұланмен салғанда, мен мысалы туған күнде сторисімді 700 мың адам қарады. Мен үшін ол енді... Стористе? Иә. Одан кейін Еркебұланмен салғанда 900 мың адам қарады. Бұл миллионға жақын ғой. Мен миым ананы көтере алған жоқ, ана нелер цифрларды. 3 күн бойы бүйтіп просмотрыма қарап отырдым ғой. Обновить етем, скрин жасаймын, күніне 1000 скрин жасаған шығармын. И бір сондай өте қатты хайп болып кетті. Голливудта осы методиканы қолданады ғой. Иә. Олар арнайы мынау екеу пиар роман жасасын, осы жерде скандал болсын деп, осындай стратегияны құрады, сонымен жұмыс жасайды. Менде шынымен де мен көңілім ақта. Мен мысалы бір досым бизнес бастап жатса, мен көмектесемін, мен әрдайым, давай мен саған көмектесейін, рекламаның ақшасы да керек емес деп солай ұмтылып тұрам. И екеуміздің таныстығымыз да әдемі болды. Мен оған, молодец, сен жарып жатсың дегенде, ол такой в шоке. Капец, ты
меня поддержала, сенің айтқан сөзің мені қанаттандырып жіберді деген сияқты. И одан кейін бизнес ашамын деген, давай мен сені қолдап жіберейін. И солай басталып кетті да. И одан кейін оны рекламаны көрді ғой басқа да адамдар, гүлдің рекламасын. Сосын, мыналардың рекламасын просмотр күшті екен. Давай онда екеуісіне мына рекламаны берейік. Екеуміз екінші рекламаны саламыз. Бум. Үшінші рекламаны саламыз. Бум. И солай қазір енді жұмысымыздың бірі ғой. Хайп та болып жатыр, табыс та болып жатыр, халыққа қызығын да беріп жатырмыз. Бір сондай күшті бір коллаб, коннект деп айтсам болады. Бір-біріне өте жарасасыздар. Көбісі айтады солай. Сен де оны түсінесің, иә? Иә, мен мысалы қараймын ғой, енді фотопост салғанда да видеомызға айтып қараймын. И анау реально әдемі, екеуміз біріміз жанымызға келгенде. Неужели химия болған жоқ? Басында шынымды айтсақ болды, бірақ қандай естусіз ғашық болып қалдық бір-бірімізге емес. Өйткені менің позициям қазір, егер мен өзім адамды таңдасам, андай деп алып ұшып емес, кәдімгі ойланып, сараптап, уақыт өткеннен кейін білесің ғой, мысалы, ол әдемі, может быть, тек қана бір силуэт адам шығар. Ары қаратай аша бергеннен мінезін көресің ғой, мына жер келеді, мына жер келмейді деген сияқты. Оған біз жеткен жоқпыз әлі. Бізде тегі жаңағы жұмыстық қарым-қатынас болғаннан кейін, былай бір қарағанда, иә, болашақ күйеуім осындай болса күшті болатын еді. Еңбекқор, дисциплинированный, өзіне не керек екенін біледі. Мысалы, қазіргі жастар 29-30-ға келгенде ана клубта отырады, комната ойнайды, ана клубта жүреді, өздерін тапқан табысын өздеріне ғана мен, одан байқағаным табыс табады, бөледі. Трейнерына береді, мобилографына береді. Мысалы, кешеде өзінің інісіне үй алып беріп жатыр. И мен сол қасиетін көремін да, вау, не деген мықты ер азамат. И менің де өзімнің болашақ ер азаматым осындай бір беделді, отбасында бір авторитеті бар, қолы ашық адам болса, неге жоқ деген сияқты. Почему не Еркебұлан? Сәл-пәл болды. Бір екеуміз анандаймыз. Мен жұмыстан өлген адаммын, ол жұмыстан өлген адам. Екі карьерист. Иә, сондай бір нәрсе сөздің ашығында. Мысалы, басында сөйлеспейінде шайға барамыз, сондай жағдайларда андай ғой, уақытымызды бит табамыз ғой, 3, 4, 5. Сен қалай 3-тен мына жақтамын, 4-тен мына жақтамын, 5-тен мына жақтамын. И сол жағынан кішкене қиындау. Менің түсінігім бойынша Еркебұланға жаңағы болады ғой, жанында кәдімгі жұмыссыз әйелі ассистентка болып жүреді ғой, қалай айтсам екен, прям әйелінің де жұмысы, Еркебұланның да жұмысы болады ғой. Екеуі бірге бойға барса да, басқа жаққа барса да жанында жүреді. Сен ондай құрбандыққа дайын емессің? Ғашық болып қалсам дайын шығармын. Бірақ қазіргі таңда менің өзімнің жаңағы айтатқан жұмыстарым бар, істейтін нәрселерім бар. Мен қазір болды деп бір жігіттің артынан кетсем, вдруг там не получится, и мен қалам ғой. Бойдақ, не переживай, бізде танымал бойдақ жігіттер өте көп. Тек қана Еркебұлан емес. Біз саған разный варианттар дайындап қойдық. Көрейік. ННН Нұрдаулет. Қалай ойлайсың? Блин, күшті бала ғой. Біз уже 3 жыл араласамыз. Иә. Химия? Ондай химия жоқ. Болған жоқ? Жоқ, ондай химия болған жоқ. Неге? Он же такой красавчик. Ол красавчик, адамгершілігі де күшті. Анандай бұл да бір арақатынас қазір оған да керек емес па? Білмеймін, бір көрген кезде демейміз бірімізге, не түсіреміз, кеттік, анда барайық, мында түсірек, мен мынандай идея бар, менде мынандай идея бар. И бізде сондай арақатынас. Сен мына кезде дұрыс істеген жоқсың, давай сен мына кезде бүйтіп істе, болашақта бүйтіп істе. А где ваши флюиды? Вы же молодые. Вот, я не знаю. Или ол менде жоқ па екен, білмеймін. Кажется, проблема во мне. Не знаю, в чем. Может быть, у них проблема. Келесі вариант. Ойбай! Неге ойбай? Ол қырықта, мен түсінем. Жасы келіп қалды, бірақ бойдақ жігіт, бизнесмен. Бұл кісіге... Кісіге мне нравится. Ол 50-де емес. Всего лишь 40-та. 40-та ма? Да. Менталитеті кішкене қатты қазақша емес сияқты. Маған қазақша жігіт керек. Почему? Ол менталитет, кстати, ол Қызылордадан, по-моему. Да? Да. Енді Инстаграмнан көргенде бұл кісі андай ғой, орысша сөйлейді. Енді менталитет... Орысша сөйлесе, сонда саған... Жоқ!
ондай емес. Шала казак, короче, нам не Өмірі, нужен, да? әлемі бөлек сияқты. Бізде тағы да үшінші вариант бар. Мен Білесің ба? кеткен. А мне это танисың ба? Түрі өте актер ма? Таним. Әміре. Иә, білмейсің ба? Білем. Бойдақ. Почему нет? Білмеймін. Мен де андай. Сол кісіні ойледin ма? Я. Кісі мне нравится. Короче, саған, вот мен түсіндім. 30+, саған сразу кісілер. То есть ты не рассматриваешь, да? Постарше. Менде болмапты бір 30+ таныспаппын. Мүлдем осыны дейін. 30-ға дейін. Иә, 30-ға дейін 30-ға дейін. Димаш. Вот так. Сіз мені бүгін біреумен таныстырып, бірақ қайтарайын деп отырсыз ғой. Иә, Астанада тұрады бәрі. Как раз. Сен өзің қандай жігіт іздеп жүрсің? Менде былай болатын, мен блогер болғандықтан, жанымда бәлкім тоже блогер болған дұрыс шығар деген ойда болғам. Енді бірге съемка жасаймыз, бір-бірімізді түсінеміз деген сияқты. Бірақ ол этаптан да өтіп кеттім ше. Қазір менің ойымша маған бір бизнесмен, медиадан алыс болады ғой, бір мысты. Оның жанында, ол менің профессиямды андай қылып көру керек та. Не съемкам болады, сенде ана жерде съемка ма? Все хорошо, делай. Андай хоть съемка хочешь, делай. Типа сондай бір представление бар. Енді менің жұмысымды бағаласа, мен жаңа өзім блогыммен, өзім әлеммен осылай жүрсем, ол өзі медиадан алыс, камераны ұнатпайтын болады ғой бір. Өзім мен болашақта білмеймін, семьям көрсетсем. Егер күйеуім қаламаса көрсетпеймін. Ал егер сен күйеуің саған айтса, ұсыныс жасаса, содан кейін айтса, бота медиадан шық десе. Егер, мысалы, мен медиадан алатын, енді кайф деп айтады ғой, медиадан әр жұмыстың өзінің бір кайфы болады ғой. Мен мысалы просмотрдан, мен мысалы өзім жасаған шығармашылық жұмысымнан, идеяларымнан кайфовать етемін. Бір идея келсе, давайте мынаны түсіріп тастайық, срочно, менде андай күшті идея болып тұр. И мен оны ақша үшін жасамаймын. Мен оны андай халық тезірек көрсінші мен осы идеям деп жасаймын да. И сол нәрсемен мен өмір сүремін қазіргі таңда. И сол нәрсені орнын жапса, сол нәрсенің орындарын жабатын басқа нәрсе болса. Онда сен где-то 40-та үйленетін шығарсың. Өйткені ол насыщение ешқашан бітпейді ғой. Бітпейді. Мен ойлайтын, егер сол орындарын жабатын болса, в общем, ты не готова. Наверное. Не готова, да? Карьера. Қазіргі таңда қызығы сол болып тұр. Қазіргі, мысалы, менде алдында сторис айтқан болатын, ресторанға барып, менің есімім бота, мен ана жақтан деп отырғанға вообще желание жоқ. Ал свиданияға уақыт бар ма? Жоқ. Мүлдем шын айтам. А зачем тебе говорить, менің есімім бота, уже олар біледі ғой. Кстати, бәрі ойлайды екен, мынау ботаның 1 миллион деген подписчигі бар, жігіт деген ағылып жатқан шығар. Басқа қыздармен салыстырғанда сенде 10x больше возможностей встретить, типа, мужчину, какого ты хочешь деген сияқты. Бірақ анандай нәрсе, маған танысайық деп ешкім жазбайды. Типа анандай ешқашан жазған жоқ. Андай енді жазады бір болады ғой, бір пофигист ағалар болады ғой. Жоғдан қарнас танысайық. Андай, бірақ серьезный аккаунтына кірсең, фотолар бар, нормальный бір жігіт үйтіп жүр свиданияға, бір менеджер арқылы гүл беріп жүріп, либо маған адресін қандай гүл жіберейін, либо жүріңіз чайға, мен сіздерден кофеге шақырайын деген нәрсе болмапты вообще. Мүмкін олар қорқатын шығар. Вот, мен анализ жасадым бір апта бұрын. Подругаларым айтам, неге маған жазбайды, қалай ойлайсыңдар? И мен сөйтіп жаңағы жігіттерінен, ағаларынан сұраймын ғой, сөйтсе құмаш, типа ондай 1 миллион подписчигі бар, ол по-любому бізге қарамайды ғой дейді екен де жазбайды екен. Сондай екен оказывается. А мен ойлайтын, мен реально уже қызық емеспін ба ешкімге деп. Ал сен өзің жазасың ба? Қазір айтам. Ойланып алайын. Нет, вообще ондай болмапты. Мен жазсам,
сол жұмыспен жазам. Привет, сен астанадасың ба? Мен де астанадамын, мынандай коллап түсіріп алайық болды. Сен Димашқа солай жасайшы? Димашқа ма? Иә. Вдруг он будет свободен? Сәлем десе ол Сәлем. Ну да. Ал жоспар күйеуге шығуға, ондай жоспар бар ма сенде? Осы 2 жылдықта шығар. Осы 1 жыл мен өзім жұмыстарымды бітіріп аламын деген ой болып тұр қазір. Ештемеге бит фокусым бұзбай. И 1 жылдан кейін мен уже дайынмын. Еще менің арақатынасым біткені бір жарты жыл ғана болды да. Анда болды, арақатынасқа кіру үшін менде энергиям таза болу керек, миым таза болу керек. Мен сол кезде ғана ол адам толтыра аламын, ол да мені толтыра алады. Ал қазір мен жартылай пустая, жартылай боспын. Өйткені ана арақатынасты жібердім, енді қайтадан өмір сүріп бастап жатырмын да. Болады ғой, бір адаммен 24-те 7 жүресің, енді Асқармен не тамағы жейтінімді, не істейтінімді, бүгін қандай съемка бәрін білетін. И мен күнде жанымда үйреніп қалғам. И резко ол адам жоқ. И андай жалғыз өзім не істеймін деп қалдым да. И сол периодты уже жарты жыл болып өттім. И енді әрдайым ана арақатынасынан шығып мына жаққа кіріп жүре алмайсың ғой. Сол үшін менде қазір период восстановление, исцеление, сондай периодта жүрмін. Осының бәрін бітіріп, бәлкім уже ішім толған кезде сондай бір вниманияны байқайтын шығармын. Сондай бір вниманияны бүйтіп қарап мен де беретін шығармын. Может быть, сондай периодта жүрмін. Қызық емес отношение, возможно. Бүгінгі уақытта блогер ең жоғары табыс табатын мамандықтың бірі ол блогер. Қанша табыс айына сен табасың? Қазіргі таңда бір 10 миллионға жақын шығар. Салықты төлейсің ғой? Иә, міндетті түрде. Олсыз болмайды ғой. Ал акцияға ақша саласың ба? Соған менің білімім жетпейді. Мен саған үйретем, дәл қазір жарнама, содан кейін мен саған бәрін айтып берем. Автопром – это огромный сектор экономики, на котором можно хорошо зарабатывать. Кто-то открывает СТО, кто-то становится автодилером, а кто-то зарабатывает даже не прикасаясь к металлу. И эти люди – инвесторы. За последние полгода акции Tesla выросли на 51%, Toyota на 38%, а Mercedes-Benz около 20%. И вот идея, над которой стоит задуматься. Может быть, вместо 2 машин в 1 гараж купить 1 машину, а оставшиеся деньги инвестировать в инвестиционный портфель. И сделать это можно через Freedom Broker. Открываете счет, пополняете его и получаете доступ к акциям крупнейших автоконцернов мира. А аналитики Freedom Broker подготовили для вас подборку лучших компаний с хорошим потенциалом роста. И еще одна приятная новость для тех, кто любит путешествовать. Если вы открыли счет во Freedom Broker и инвестировали в ценные бумаги более $5000, вы автоматически получаете 5000 намат баллов. И также вы можете по программе лояльности заработать до 20 000 баллов в месяц. Все сказанное мной не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а носит исключительно информационный характер. Toyota, 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 Mercedes, 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 Tesla, Ferrari. Если бы я инвестировала $10 000 в Ferrari, к примеру, 1 января 2020 года, сейчас у меня было бы $23 207. А если бы я инвестировала в Tesla, у меня было бы $169 000. Почему я не инвестировала в Tesla? Ода, менің шоуымда әртүрлі конкурстар бар. Бірінші конкурс норм или стрём. Дайынсың ғой? Я дайынмын. Пластикалық операция жасау норм әлде стрём? Келесі сұрақ, қандай операция жасадың? Мен 3 жыл бұрын мұрныма жасаған болатын ең алғашқы операцияның бірі. Ішінде бит бір мұрным түзу демалады, и бір мұрным демаламайды. Соны сылтауратып, үстінде гарбинканы алдырттым. Я, кстати, сижу, смотрю на твой нос, у тебя очень красивый нос. Рахмет, удачно шықты ғой. Поделись, пожалуйста, контактами. Түрік кісілер жасаған болатын. Түркияда?
жоқ, осы Алматыда турциялық жаңағы клиника бар, сол жерде жасатқан болатын. Ең алғашқы операциям и өте сәтті өтті. Құс мұрын деп атайды ма қазақша. Сол маған ұнамайтын. Бәрі айтатын, сен мұрның жөндегенше көзіңді ілкетсейші деп. Ой, наши добрые подписчики. И мен жаңағы мұрнымды жасаттым. Көзімнен мүлдем комплекс жоқ. Менде дайректе бір 90 сообщениенің бір 20-30-ы блефаропластика жасатсайшы, блефаро көзіңді ашсайшы, ақшаң бар, көзіңді жасатшы деп бәрі зат. Менде оған мүлдем комплекс жоқ. Қазіргі таңда бір изюминкам ретінде қараймын. И мен сияқты көз бар қыздар зат, мен ұялатынмын дейді бота сен сияқты көзімнен. Бірақ сені қараймын, ты кайфуешь от своих глаз дейді. Теперь мы тоже кайфуем. Ну, у тебя очень красивые глаза. Да, спасибо. Басқа операция болды ма? Одан басқа менде липосакция болды. Ол жаңағы артық жерде тұрған майды алып керек жерге салатын операция. Мен жақтағы ішімдегі, артымдағы керек емес майдың бәрін алып, бөкселеріме толтырып. Сенде май болды ма сонда? Я. Мен 60-67 килограмм болдым. Қазір 67? Я, ал қазір мен 53-52 мін, 10 килограмм. Сол операцияның арқасында кетті ғой. Ол май сосын 30% қалып қояды, а остальное, по-моему, кетіп қалады, е? Я. Оның тоже несі бар, қымбат, дорогое удовольствие. Толып кетпеуге керексің, сонша ақша төлеп толып кетсең, қайтадан ол сондай болады бұрынғыдай. Сол үшін всегда диета ұстап жүру керексің, ЛПЖ массажға бару керексің. Қатты азып кетуге де болмайды. Егер мен қазір 45-ке түсіп қалсам, анаң бәрі ауаға кетеді, бүкіл майым шығып кетеді. Бірақ сен қорықпайсың, иә, пластикалық операциядан? Жоқ, менде андай қорқыныш жоқ екен. Маған ұнайтыны, бізде Қазақстанда танымал блогерлер, Мадлен сияқты. И так-то красивые девчонки спокойно барады ғой, анау пластикалық операцияға. Қорықпай. Негізі солай, андай қорқып, ой, мынаны жасатсам мынандай болып қалады деп ойласаң, ол реально солай болып қалады. Мен операция жасасам деймін ба, болды, деймін да, кетіп қаламын ба. Еще бүйтемін ғой, нарқыз салады, проснусь и буду идеально деп жатып кете беремін. Спокойно. Спокойно. 20 жастан кейін ата-анаммен бірге тұру норм или стрём? Ата-анаммен бірге тұру ма? Чисто для меня. Мен үшін. Бірақ менің ойымша ол взрослая позиция. Я, өйткені сепарация керек, е? Сепарациясы бар, өзімнің жеке шекараң бар. Мен мысалы, егер қазір мен үйде отбасымен бірге тұратын болсам, мен үйдегі бала-шаға көңілім ауып кетеді, олармен ойнап кетуім мүмкін, оларды ана жаққа апарып, мына жаққа апарып, вниманием уақытым көп кетіп қалады. И мен когда өзім жалғыз болған кезде, мен білемін, ертең мынанша уақыт мына жаққа арналады деген сияқты, ол мен үшін ыңғайлы позиция. Жігітінен көп табыс табу норм әлде стрём ба? Блин, жігітімнен көп табыс табу ма? Күшті ғой, менен көп ақша тапса, андай ғой, шынымен де, егер қыз көп ақша табатын болса, кішкене рульді алып қоясың өзіңе. И жаңа қыздық қылығың бәрі кетіп қалады. Ой, өзімде де бар ғой, деп сөйтіп кетесің. Ал мысалы мемлекет қызметте жұмыс істесе, мысалы Астанада, олардың айлығы мысалы 200 мың теңге. Ол сенің сторисіне даже жетпейді. Бірақ перспективасы бар. Мүмкін болашақта министр болады или әкім болады. Бірақ бүгінгі жағдайы 200 мың айлық. Өте қызықты сұрақ. Егер андай болады негізі, мысалы біреу қазір мен меркантильна деп айту мүмкін, бірақ ол шын жауап болады да. Мысалы бір жігітке қарайсың, қазір ода финанстық тұрғыда жағдайы келіп тұрған жоқ. Маған керектей болып тұрған жоқ, астабады, окей. Бірақ ана баланың көзінен байқайсың. Болады, еті тірі жігіт болады, қарайсың да, мынаумен жүрсем өлмеймін. Осымен жүрсем әйтеуір бір нәрсе болады. Осымен жүрсем баспанам да болады, осымен жүрсем менің жағдайым да тыныш болады. Бұл мені аш қалдырмайды деген менде сезім болу керек. Сол сезім болса, болашағым бірақ кеттік деймін. Ал егер ол андай ақшасы жоқ, қоясашы, нормально жетеді, не өзінше болып тұрсын деп, андай бір болады ғой, ты че меркантильная, тапқан табысым сол деп тұрса, зачем? Ести лучше, ести... Сол үшін ақшасы аз болса да, дәл қазір сенің ақшаң жоқ деп тастап кету, ол өте ақылсыздық. Ол еті тірі болса, пысық болса, бірдеңе шығатын болса, можно. Ал жігітіне қымбат сыйлықтар алу
норм. иә менің махаббат тілім сол сыйлық негізінде. Мен бұрында енді Асқармен кездесіп жүрген кезде сыйлық ала беретін. Ол сыйлық енді ол тоже қызбен кездеспеген, сыйлық алуды онша білмейді. Анда подарок ала беріп өзі алып сосын маған беріп бастады. Қандай сыйлық сонда? Ол маған бергені ма? Жоқ, сен оған. Мен оған iPhone бермеппін. Ремень, кроссовки, парфюм, ноутбук, бір сондай керек нәрселерін беретінмін. Бүйтіп қарап қараймын, ременнің кішкене бір жыртығын көрем, ремень берем. Там бір кроссовкамен бір ай жүріп қалса, кроссовка сыйлап жүретінбіз. Өзіме брендке ақша қимаймын. Мысалы тапқан ақшамды қазір блогыма жұмсаймын, өзім бизнесіме жұмсаймын, контентке жұмсаймын, яғни бағасын салыстырамын. Мына сумканы мен 2 миллионын қалғанша бір айлық контенттің ақшасын қимаймын ба деп, сөйтіп өзім бір психологиям бір сыйлық беріп жатса, сондай бір сумка болса күшті. Шопоголик емессің да сонда? Бұрында өте қатты шопоголик болатын. Мен мысалы базарда донерда жұмыс істейтін, күніне 5000 теңге табатын. Сол 5000 теңгені аламын да, сол 5000 теңге киініп қайтатын ойге. Бірақ андай даттау ақша көрсем бітті киім ала беретін. Қыздарда болды біреу косметика ала береді, ал мен киім ала беретін. Ал қазір? Ол нәрсе андай ашкөздік екен оказывается. Ашкөздік жаңағы, өйткені мамалар маған алып бермеген ғой енді, барын берді ғой. А мен күнде новый киіммен жүргім келетін. Тапқан табысым бәрі киімге жұмсалады. Ал кейін уже табыс өсе бастаған сайын ми кіреді, уже жаңағы ашкөздік деген кішкене басылады, көңілің тоқ, қалтаңда ақшаң бар, сосын ойланасың, мен ақшам мына жаққа құрта бергенше, лучше мына жаққа деген сияқты бір финансовый грамотность келеді екен жолдың ортасында. Ал контентке қандай қаражатты жұмсайсың? Мысалы 10 миллион теңге табасың, сол 10 миллион теңгенің ішінде қанша именно контентке кетеді? Бір айда болады 1,5 миллион, бір айда болады 3 миллион, максимум бір 3 миллионға дейін шығар. Бірақ ортасы 2-2,5 миллион контентке кетіп отырады. Мен даже сторисыма бір күнде 500 мың құя салуым мүмкін. Мысалы аренда, мысалы бір ипподром, ол жерде бүгін қонақтар бар, бірақ менде съемка өту керек болса, мен полный жаптырамын да, съемкамды өткіземін. И сондай жағдайларда жаңағы киім, локация, видеограф, контент-мейкер, білесіз ғой өзіңіз. И сондай жоқтарға менде сумма кетеді. Бірақ көбісі ойлайды, контентті тегін жасауға болады. Олай да болады. Контентті тегін жасай аласың, сенде қызықты речь дейді ғой, қызықты тілің болған кезде кейбірлер телефонды алады да, бүйтіп алдына передний камераны қояды да, пам дейді да, салып жүреді, анау миллион просмотр болып жатады. Ал менде ондай білім жоқ, менде ондай бір юморлық, бір қызықты айтатын әңгімем де жоқ. Сол үшін мен сөйтіп бір жерімді қинап, ана жақтан ана жаққа жүріп, ал МММ сияқты, мысалы, қымбат көлікті алып, сонымен бірдеме жасау, дайынсың ба? Қымбат көлікті алып, контент үшін бе? Иә, қымбат машинені алып, сосын оны өртеп жіберуге. Олға жарасатын шығар. Енді оны ешқандай бір осуждать етпеймін, бірақ мен жасамас едім олай. Енді ол хайп дейді ғой. Бірақ ол өртеген нәрсесі оған 2 есе 3 есе пайда алып келіп тұрса, неге жасамасқа? Сен үшін контентке қаражат құю керек, иә? Менің жағдайымда құю керек. Кейбір қыздар болады, мысалы, контентке ақша құймай-ақ бастасаңыздар болады. Мысалы, мен басында ақшам болмады ғой, әйтеуір бастадым ғой, менде қайдан ояқта айына 2,5 миллион теңге құятын. Менде енді айтуға бола ма, ең алғашқы рекламам 5000 теңгеге нумерология етін. Сол нумерологияның рекламасын 2 аптада күтіп отырсам, қашан жеткен, реклама түскен деп. Ана кісі жазбай кетсе депрессия. Ана кісі аптасына 1 рет жазып тұрса, сенде уже аптасына 5000, 2 рет жазса аптасына 10 000 пайда. И осыдан 3,5-4 жыл бұрын ғой. И сол рекламаға өте қатты қуанады, сол нумерология теңге. Бүгін сен рекламаң қанша тұрады? Қазіргі таңда серия сторис 1,2 миллион, рилстарым, бірақ рилстың бағасын көтермеймін. Рилстарым 2,5-3 миллион солай тұрады. Ал стористі бүгін қанша адам көреді бір күнде? 350 мың, 380 мың. Керемет. Это очень хорошая статистика. Келесі сұрақ. Тойға кредит алу норм или стрём? Тойға кредит алу. Бірақ мен мамаларым әлі осын жасайды.
мамаларым әлі күнге дейін кредит ала салады, сөйтіп енді білмеймін, мен үшін стрём сияқты. Өйтіп енді жастар ғой, жастар бәрі сөйтеді, қош біреу андай айтады ғой, біреуге праздник создавать етемін деп, сосын өзің артынан жауып жүресің ба деген сияқты. Мен ойымша стрём нәрсе. Ақшам болмаса той жасамай қой, иә? Ақшаң болмаса, ол менде өзіме всегда осы нәрсені айтамын. Анда орысша айтады ғой, не прыгай выше головы. Өзіңнің басыңнан секірме. То есть менде жоқ па ол нәрсе? Жоқ, болды. Болса көрсетем, жоқ болса несін көрсетем, ол өзімнен шығып болды, мен осындаймын деп керек емес сияқты. Оны бәрібір халық көреді, қандай екеніңді біледі, көзбен ақ көрінеді, қандай жағдайда екенін, қандай не екен, ол өтірік бүйтіп отқан мен керек емес сияқты. Бар болса шақыр. Мини жасауға да болады ғой, әдемі қылып, жоқ болса ол кредит алып, шығынданып, оны төлеп. Ол адам Европада солай жасайды ғой? қалай? 20 адам, 30 адам. Иә, әдемі ғана. Енді келатқан сияқтымыз оған. Қазір жастардың бәрі тойдан бас тартып жатыр ғой. Бірақ сол негізі тойдың өзінің бір қызықтары да бар ғой. Мысалы, қазір мини дейміз да, и көбісі байқайсың ба, бір-бірімен араласпай кетіп жатыр ғой. Мысалы, алыс туғандармен араласпай кетесің, жұмыстамыз, ой, там жақындарым ғана шақырып едім, ренжімеңіздер, қызым, ой, 20 адам ғана шақырып қойыпты, сіздерді бөлек шақырамын деген сияқты мамалар сөйтіп жатады ғой. Оның өзінің бір қызығы бар, араласу тұрғысында біздің қазақи дәстүр бойынша той, ол бас жияды, бас жию, ол жаңағы туыстық ара қатынасты үзбеу деген сияқты нәрселер ғой. Бірақ енді жағдайыңа қарап төсіл деген нәрсені ұстану дұрыс сияқты. Бота, менде ораза, ал сен бұл лайм-таймды ішіп көр. Бізде қазір жарнама. Ой. Жарнамадан кейін тағы бір керемет конкурс. Я же просила еще вчера об этом. Ну, неужели это так сложно? Ну, я не вижу в этом никакой проблемы. Ну, неужели это так сложно? Я устала. Макси чай. Единственное, что может поднять настроение, это Макси чай. Теперь можно и поработать. Бота, соңғы конкурс. Сен айттың, мен шапоголикпін. Иә. 8 мартқа сумка күтіп жүрмін деп. Иә. Біз саған сыйлық жасамаймыз. Бізде саған бір конкурс бар. Фейк пен оригиналды тап деген байқау. Өзімде оригинал сумкалар жоқ қой. Ну, примерно постараюсь. Сенде жоқ па? Менде сол подарок байқұс жігіттің бергені бар, бір-екі оригинал сумкам. Қандай? Прада и Гуччи, сол 2 сумкам бар оригинал. Бірақ білесің ғой, тактильно ұстап Примерно көрдім. білем. Примерно білесің. Бізде 5 сумка. 5 сумка. Соның ішінде бір фейк. Біреу ғана фейк па? Да. Қарап көр, ұстап көр. Аха. Шанельді білесің. Мамалар качествосы күшті деген. Кожасын. Бұл Шанель сумкасы ма? Шанель сумкасы, иә. Маған аяқта подсказка беріп отыр. Ескеп көрейінші. Да, мен өзім білмеймін. Да? Менің шоуымда Алексей Джен мен Саят Оспаев келген. Екі танымал фэшн-стилистер, иә? Иә. Олар, представляешь, Аха. ошиблись. Демеңші? Они вообще все перепутали, они на фейк сказали оригинал, на оригинал сказали фейк, поэтому мен өзім білмеймін. Сейчас. Мә, қазір көрейік. Мынау енді ішін ашқан кезде іші сырты неге фейкқа құсып тұр да, бірақ іші күшті болып тұр. Так, мынау қандай сумка? Қандай екен де білмеймін ғой. Так, ішінде мынандай жазу бар екен. Мынау кәдімгі новый сумкалар ғой? Да, все новые. И фейки новые, и оригиналы тоже новые. Мы в магазине фейков попросили, и в оригинальном магазине. Luxury House. Біреу ғана фейк дейсіз ба? Қазір. Слушайте, вот это прям вообще... У меня есть примерно похожая сумка. Деп ақтырып кетсең. Бұл оригинал сияқты.
Бұл оригинал сияқты, да? оригинал сияқты, иә. Қандай бренд? Не дейді? Оля. Қандай? Шуля или... Хлоя. Хлоя. Бұл оригинал. Сен Оригинал. ойынша. Менің ойымша оригинал. Окей. Бұл Луи Виттон ше. Бұл Луи Виттон. Мынау енді фейк сияқты. Неге, от қалай білдің сен? Блин, бірақ Made Франс деп тұр ғой. Франциянікі деп тұр. Сен Парижде болдың ғой. Парижде 2 рет болғам. Жұмыспен. Екеусінде де. Сенде Луи Виттон бар ма? Жоқ, менде Луи Виттон жоқ. Бұл фейк па? Или оригинал? Мынау оригинал, потому ішіндегі жазу өте әдем болып тұр. Так, Жаңағы Луи Виттон посмотрим. дегенін қарашы, әдем болып тұр. Луи Виттон, да. Қандай қиын? Бірақ қытайлар, знаешь, какие. Олар керемет жасайды ғой. Так, это говоришь оригинал, это тоже думаешь оригинал. Иә. Хорошо. Мынау ше, Гуччи ше. Гуччи оригиналға ұқсап тұр. Еще мынау нелер бәрі жылтырап тұр ше. Іші де ұқсап тұр. Серийный номері бар екен, оригинал дейікші. Оригинал, да? Иә. Хорошо. Иә. Бұл тоже оригинал. Бәрі оригинал болып шығарып жүрсің. Это по мнению боты. Иә. Шанель ше. Қарап отырмын. Ішінде мынандай бірдеңесі бар екен. Наклейкасы, да? Наклейкасы бар Чип. екен. Иә. Оригинал. Оригинал, Мен ойымша, хорошо. мынау фейк сияқты. Мынау фейк сияқты. Иә. Қандай бренд? Бұл неме дейді? Паль Лорен, Made in Italy. Подожди. Аты басқаша ма? Ральф Лорен. А, Ральф Лорен фейк деп ойлайсың, да? иә, фейк сияқты. болып тұр. Хорошо. Шанель ше. Бұл оригинал. Бұл оригинал. Ботан ойынша бұл Шанель оригинал, бұл Луи Виттон оригинал, Хлоя оригинал, Оригинал сияқты. оригинал и Гуччи оригинал, Иә. да? Және Ральф Лорен бір ғана фейк, иә? Иә, осы екеуінде подозрение болып тұр, бірақ мынау фейк сияқты енді. Хлоя фейк деп ойлап тұрсың, Иә. да? Тағы бізде екі сережкамыз бар. Кристиан Диор. Екеусінің қайсы оригинал ма? Да, қайсы оригинал, қайсы фейк. Қандай әдемі екеуі де. Екеуінің жазулар бірдей ғой. Иә. Мына тастарының жылтырағандарына дейін бірдей болып тұр. Мынандай болып тұр. Мынандай беріп тұр маған. Біреусі кішкентайы, біреусі осындай үлкені. Иә. Қайсысы оригинал, қайсысы фейк. Бірақ мына жерде қатты жылтырап тұр да, мына жерде бір оригинал сияқты болып тұр тастар ше. Ладно, мынаны оригинал дейікші. Мынау Кішкентай. оригинал, мынау фейк, Иә, да? иә. Мынау Сережка, сен айттың кішкентай оригинал, үлкені фейк. кішкентай оригинал, наоборот. Мынау оригинал, а мынау фейк. Анау анадан жылтырап тұр ғой. Мынау сен айттың оригинал. Иә. Это фейк. Шанель, ты сказала оригинал. Фейк. Гуччи де сен айттың оригинал. Фейк. Хлоя сен айттың Оригинал. Оригинал. Можно приобрести в Luxury House. Және Ральф Лорен сен айттың фейк. Бұл да оригинал. Бәрінен шатасыппын ғой. Саған маңызды ма фейк әлде оригинал сумканы алу? Мен сол егер менде оригинал болмаса, лучше фейк тақпай қоямын деймін да. Мен кәдімгі масс-маркеттен, басқа брендтерден жаңа өзіме үйлестіріп таға берем. Бірақ андай фейк стараюсь алмауға. Бір-екі сырғаларым бар, фейк әдемі деп таға берем. Бірақ о деп алмаймын. А почему? Почему это важно? Важно болғанда, ощущениемен беріледі екен бәрібір. Оригинал тақсаң бүйтіп кетесің слишком. А бірақ екі сумкам таққанда бүйтіп жүремін. Екі оригинал сумкам таққанда. Шынайы өмір сүру, ол басқа Иә. вайп, иә? Иә, өте. Мысалы, енді бұрында да анда болады, футболкаларды, фейк бәрін киіп аласың, бірақ ол сезім жоқ та. А қандай сезім? Вот, например, ты фейковую Гуччи одела, футболку, например, или там с девчонками встретилась, сумка Шанель. Ну, только ты же знаешь. Сен ғана білесің ғой, бұл фейк екен.
қандай айырмашылық бар? Я көзбен байқалмауы мүмкін. Бірақ андай іштей сен оны бүйтіп подругалармен келген кезде бүйтіп андай ой, девочки, привет деп столды сөйтіп қоя алмайсың да. Бүйтесің ғой примерно. Ой, девочки, привет. Қалайсыңдар? Өстейсің ғой. Оригинал болса бүйтіп әдемілеп бүйтіп қалып қоясың. Білмеймін, бұл ішкі бір сенім беретін сияқты. Негізі үлкен брендтер жаңағы өзіңді бір жаңа деңгейге шығару үшін, сол деңгейде бір ләззатын алу үшін өз-өзіңді бір тамақтандырасың ғой. Сондай ғой. Ал бірақ оны деңгейге жетпей жатып, фейкпен ол бәрібір өзіңді алдай алмайсың психологически. Сол үшін өзіңе жарасатын әдемі қазіргі трендте бағалары да қымбат емес, күшті киімдер, әдемі көйлектерді үйлестіре аламын. Менің андай стильге талғамым бар да. Мен айтып отырмын ғой, 5000 теңге тамам, зеленый базарға баратынды киініп келетін. И менің группаластарым ішіндегі самая стильная болып жүретін ғой. И ол жерде бір маңыздысы, сен киім сен емес, сен киімді қалай әдеміленесің деген сөз бар ғой. И сол сияқты мен әрдайым комплимент десем, сенің стилің күшті, оқырмандарым да тұрады, блин, стилистің кім деген сияқты. Мен бәрін өзім таңдай салам. Бірақ андай замешано в брендах деген нәрсе жоқ. Өйткені мен ол дәрежеге жеткен жоқпын. Менің қазіргі дәрежем баспана алу, кредиттерімді жабу, одан кейін арманымдағы бизнесімді ашу, вложение, сол деңгейде тұрмын да. Егер сол деңгейдің бәрін жауып, мына жерге жеткен кезде, бәлкім осындай бір сумкаларды өзіме барып алатын шығармын. Керемет, молодец. Ал үйге тұрмыстық заттарды сен қайдан аласың? Сенде бос уақытың жоқ, я? Менде саған бір кеңес бар. Тис деген маркетплейске кір, бүгін заказ жасайсың, ертең товар үйінде болады. Дәл қазір жарнама. Все, я на грани. Еще один дедлайн, и я беру билет на Тибет. Спасательная доставка. Кто тут страдает от офисной жизни? Ну, допустим, я. А что? Для вас набор «Офисное выживание ТИС» здесь. Подушка для обеденного сна в офисе. Массажер для расслабления шеи. Кружка с логотипом Late Night Show. Макси-чай, он всегда поднимает настроение. И барабанная дробь. Мармеладки с конфетками. Я же все это вроде бы не заказывала. Вас услышала вселенная. Ну, в принципе, неплохо. Если вдруг тебе это меняется, то можно заказать еще аромасвечи и гирлянды. Завтра доставлю. Я подумаю. Спасибо. Ботам, келген үшін үлкен рахмет. Мен саған өте ризамын. Соңғы сұрақ. Нені армандайсың? Қазіргі таңда арманым менің осы жүріп келатқан жолым ол жаймен-жай емес қой. Жоқтан бастадық, нөлден бастадық. Бірақ ол жолға келген кезде бір пигі болады ғой. И мен ойлаймын, қазіргі таңда менің танымалдылығым бір пикта тұр. Атымды уже 2-нің бірі таниды, бұрында енді 10-нің бірі таныса. Сол атымды халыққа бір пайдалы нәрсеге жұмсайтындай қазір жұмыс саласындамын. Мен андай болғым келмейді. Халықтың алдына шығып, ой, привет, күшті рилстар түсіріп, күшті стористар түсіріп қана өмір сүргім келмейді да. Менің атыммен бір халыққа тиетін бір пайдалы нәрсе болса, сол нәрсе мәңгі халыққа қызмет етсе, сол нәрсеге қазір жұмыс істеп жатырмын. Сол арманым іске асса, менің ішімдегі бота уф дейтін сияқты. Бота, арманына жет. Мен саған күш-қуат тілеймін. Не сдавайся, вперед и только вперед. Радуй нас своим контентом. Бүгін бізбен бірге Ботамия болды.